шіркін жолымызды төлеп берсе, гостиницамызды төлеп берсе, сахнаға шығатын киімдерімізді тігіп берсе, тамағымыз төлеп отыратын бір сондай КВМ болса екен. Ондай сөздің ашығы Москвада да жоқ. Қазір біз КТАС деп отырған жағдай. Москвада да, әлі Америкада өздері барады, өздері жатады, өздері қайтады, өздері ойнайды да, өздері. Ол қай КВМ болса да, қай вообще бүкіл әлемнің КВМ-ында ондай әлі жоқ. Бізде мына КТА-да біз жолын бәрін төлеп, сол кезде өзім армандайтын, сөйтсе ғой, ойнар едім дейтін едім. Күшті етіп ойнап. Вообще, өйткені бүкіл КВН-шылардың проблемасы ештеңе жазып үлгере алмайды. Жазып атады, жолдың жаңағы қаражатын іздеп атады, біреу ана жақтан гостиницаны іздеп атады. Пойыздан түсеміз де қай квартираға барамыз деп кәдімгі түске дейін жүреміз. Бүкіл біреу сумканың қасында қалады, қалғандар жан жаққа келіп іздеп, өйтіп квартира табамыз. Одан 2-3 бала жаңағы продуктыға кетеді, одан 2-3 бала жаңағы тамақ пісіреді. Одан ол да бір жағынан бір өмірдің қызығы несі бар. Но бірақ дей тұрғанмен ол қазір ойлап отырсаң қызық. Ал ол уақыт ол қызық емес. Сол кезде жылайтындай. Надо нам это дейтіндей деп ойлаған да жоқпыз.